Бүгін күн салқын, мынандай жерге орналасып болған. Мынандай жерге бір жел жоқ, ық жерге орналасып отырмасам болмайды екен, Әлемде 6 миллиард адам аллергиямен ауырып жатыр. Неге екен? Давай айтып. Қалалықтарға айтайын сразу. Мына жусандардың жанында міне қалмаңыздар. Жусандардың қасында болмай қойыңыздар. Себебі мынау пыльцасы кіріп кеткенде аллергия сразу ұру мүмкін. Аллергияға ұру мүмкін. Себебі иммунитетіміз үйренбеген оған. Ол түсінбей қалады не болып кеткенін. Ол оған таныс нәрсе емес. Қалада ондай көп андай пыльца жоқ қой. Оған уже таныс емес болады. Чрезмерный мералар болғасын. Сосын қаладағы адам не істейді? Ауыра бастайды. Ішіндегі өткен иммунитеті қырылып жатыр. Мынау мана кіріп кеткен пыльцасы ол шыбын десек, ал адам ол үй десек. Шыбын үйге кіріп кетті, иммунитет дұрыс күресе алмайды. Ол білмейді. Шыбынды сапалақпен өлтіру кереккен білмейді. Ол куалдымен ұра бастайды бәрін. Куалдымен шыбынды өлтіруге тырысады. Ол енді сондай үйренгенше сөйтіп жүреді. Куалдымен ұрғанда шыбынды сен айналаның бәрін талқан шығарасың, шыбынды өлтіре алмайсың. Өлтірсең де зорға. Қайда қиын болады. Ал ауылдағылар мынау сыйлармен бірге жүріп, шөптердің арасында жүріп, уже үйреніп қалған ауруларға. Так что ауырмайды олар. Ауыратындары бар дейді, бірақ мен вообще кездестіріп көрмеппін. Көріпсіз қой, енді безумно пайдалы ақпарат бұл өте маңызды. Так что парақшама тірек қойыңыздар. Өте көп пайдалы нәрселерді айтам.